Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Айгерім. Бүгін мен тұшпара дайындадым, пельмени. Осы тұшпараға дайындаған қамырымның рецептісімен бөліскім келіп отыр. Көбі осы рецепті айта бермейді. Оригинал рецепт бұл. Өте күшті, жыртылмай, езілмейтін қамыр. Еліктен өткізілген ұнымызға крахмал қосамыз. Менде картофельный крахмал, кукурузный крахмал қоссаңыздар да болады. Осылай араластырып аламыз. Достар, сіздерге менің рецепттерім ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді бір жұмыртқамызды қосамыз. Және маған ыстық, қайнап тұрған ыстық су керек. Дәміне қарай тұз салам. Тұзымызды араластырамыз. Тұзымыз араласқанша 2 ас қасық сұйық май құямын. Осы қамырмен жаңағы тұшпара, пельмени, вареники, манты және бешбармаққа да елесеңіздер болады. Өте керемет болып шығады қамырыңыз. Енді қолмен, қасықпен араластырамыз, өйткені бізде суымыз ыстық, қолымыз күйіп қалуы мүмкін. Сәл суығаннан кейін қолмен илейміз. Міне, енді демалдыруға қоямыз. Целлофанға салып, арасында иін қандырып тұрамыз басып. Мен қамырым дайын, ие қанып, күшті болып шықты. Енді осылай дөңгелетіп жазамын. Өзіме керекті қалыңдықта. Қараңыздар, қандай күшті болып шыққан, эластичный болып шығады, қамырыңыз күшті. Осы рецептпен жасап көріңіздер, міндетті түрде сіздерге ұнайды. Жазып, мен осылай бокалмен кестім, барлығы біркелкі болу үшін. Начинкамда менде фарш, тұз, бұрыш, пияз. Мен пельмендерім дайын. Суым қайнап қалды. Енді тұшпараларымды суға салып пісіріп аламыз. Мен тұшпараларым қайнады. Өте керемет болып пісті. Дәмі деген күшті. Әсемдік үшін кептірілген укроп септім. Жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Міне жақыннан көрсетейін, қамыр өте керемет. Барлықтарыңызға ас болсын.